Самұрық-қазына жаңа корпоративтік басқару кодексін қолданысқа енгізе бастады. Қордың корпоративтік басқару департаменті арнайы ұйымдастырған семинарда құжаттың негізгі 7 тарауы толық талданып түсіндірілді. Это управление жизнью конкретной корпорации с точки зрения взаимодействия совершенно конкретных людей, которые избираются в органы компании. Әлемдік озық тәжірибеге негізделген бұл тізбек барлық мүдделі тараптардың, яғни акционер, директорлар кеңесі, қоғам мен несие берушілер арасында жаңа сенімге негізделген қарым-қатынас орнатуды көздейді. Осылайша корпоративтік басқару мәдениеті өзгеріп, біртіндеп тұрақты даму жолына түседі. Компанияның ұзақ мерзімді құны жоғарылайды. Біз лайықты деңгейдегі басқару және есеп беру жүйесін қолдануға ұмтыламыз. Нәтижесінде компания тұрақты дамып, оның ұзақ мерзімді құны қымбаттайды. Яғни стейкхолдерлердің экологиялық, экономикалық және әлеуметтік салалардағы барлық мүддесі толық ескеріледі. Корпоративтік басқару кодексі ағымдағы жылы сәуірдің 15-інде үкімет қаулысымен бекітілген. Ол самұрық-қазына қоры мен акцияларының 50%-дан астамы тікелей немесе жанама түрде қор иелігіндегі кәсіпорындарға таралады. Сондықтан ендігі міндет кодекс талаптарын жаңа моделмен бизнес процестерде қолдану. Құжат еншілес кәсіпорындардағы директорлар кеңесінің рөлін арттырып, акционерлерге ашық болу, айқындық қағидаларын негізге алған. Тұрақты даму мен тәуекелдерді басқаруға ерекше мән берілген. Управление рисками является ключевым элементом корпоративного управления. Корпоративтік басқарудың негізгі элементі тәуекелдерді басқару. Қазір қор стратегиялық инвесторға айналатынын айтып отырмыз. Сондықтан тәуекелдерді басқарудың мәні ерекше. Дәстүрлі риск менеджменттен белсендіге ауыстық. Біз тәуекелді басқара отырып, пайданы молайтуға мән бермекшіміз. Трансформация жолына түскен өндірістік кәсіпорын өкілдері болса, ұйым мәдениетін қордың ең төменгі еншілес компанияларына дейін тарқатып алуды ұсынды. В Казмунайгазе сейчас однозначно создан это так называемый sense of urgency, то есть необходимость этих изменений. Конечно, мы готовы, но изменения действительно, как сегодня говорили, они должны быть все-таки не революционными, а трансформационными, больше эволюционными. Бірлесіп талқылау, білім мен тәжірибе алмасу, трансформациялау бағдарламасы шеңберіндегі өзара іс-қимылдың негізгі элементі болып табылады.